Армысыздар, қадірменді ағайындар. Назарларыңызда Қазақия. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шынайы достық және бақталастықтың арасын ажырата білген адамдар жайында болмақ. Ең әуелі ұлы Абай бабамыздың әкесі Құнанбай бабамыз жайында сөз қозғасақ. Құнанбай бабамыздың басында Құнанбайдың ісі атты үлкен оқиға болған. Бұл оқиға бір жыл емес, бірнеше жылға созылған орыс патша үкіметінің Құнанбайды қалайда қорқытып, істі қылып, соттату мақсатында болған жағдай еді. Құнанбай бабамызды барынша қорқытып, барынша бағындырғысы келген патша үкіметі оны бір емес 6 айдай омбы қаласында мырзақамақта ұстайды. Міне осы кезде Құнанбайдың өмірі тіл табыса алмай жүрген, өмірі сөзге келіспей қалатын, сөз таластырып жүретін, жұрттың көзінше бақталасы дұшпаны болып көрінген Барақ би 7000 жылқы пара беріп Құнанбайды құтқарып алған деседі. Сол кезде абақтыдан шыққан Құнанбай бабамыз басқа Барақ сенен күтпеп едім бұндай жанашырлықты деген екен. Сол кезде Барақ би бабамыз: "Ей Құнанбай, мен сені орысқа қорлатпайым, қорласам өзім қорлайым" деген екен. Құнанбай бабамыздың осы оқиғасының жалғасындай болған баласы Абай бабамыздың да басынан осындай бір оқиға өтеді. Абай бабамыздың өмірлік бақталасы, өмірлік тіл табыса алмай жүргені Оразбай атты бай болатын болса, тарихта Оразбай атамыздың да ерліктері аз емес. Бірде Абай атамызға сыртынан тәнті, қанық болған Жетісудан Жәменке деген адам қонаққа келеді. Әбден қонақтап болғаннан кейін Абай бабамызға: "Абай, сіз өлеңде суреттеген қамыс құлақты ат болса, қалауым сол" деп сұраған екен. Абай бабамыз барлық айналасындағы жылқышылардан сұрау жібертіп, ең жақсы сәйгүлігін таңдаттырып, бірақ қалаған жүйрігін таба алмайды. Сол кезде Оразбай бабамыз: "Сырттан келген қонағының алдында еңсесі түспесін. Мен Абайдың өзіне қарсы болсам да, оның ақылы мен көркіне қарсы емеспін" депті. Содан кейін кіл сәйгүліктер бағатын өзінің үлкен үйір жылқыларының ішінен сайдың тасындай қылып 3 жүйрікті таңдап алып берді. Қонағы 3 екен, 3 жылқыны бірдей алсын деп мәрттік танытқан екен Оразбай бабамыз. Аттың 3-ін көрген Жәменке: "Міне нағыз Абай суреттеген ат" деп ішіндегі ең әсем, ең жүйрігін таңдап алған деседі. Көрдіңіздер ме, қадірменді ағайындар, біздің қазақтың даласында бақталастық бар және дұшпандық бар. Атамыз қазақ қанша бақталастық жасап, қу дүние үшін біреуі жүйрік атымен, біреуі сұлу жарымен, біреуі өзінің қолындағы малымен мақтанса да, жеме-жемге келгенде жау қолына өзінің бауырын, өзінің туысқанын, яғни қарға тамырлы қазағын ешқашан табалатпаған, ешқашан таптатпаған. Осы бабаларымыздың ұлы ерлігі, іштеріндегі осы ұлы сезім біздің де бойымызда бола бергей.